Бақ туралы ескі заң іс жүзінде журналист пен блогерді заңды түрде екіге бөлмеді. Барлық интернет ресурстар танымал немесе белгісіз, тіпті үш-ақ жазылушысы бар блогерлер барлығы формальды интернет ресурстар болады. Все формально являлись интернет-ресурсами. Тиісінше, мұндай интернет ресурста, яғни қандайда бір әлеуметтік желіде аккаунт бар адам формальды түрде бұқаралық ақпарат құралдарға тиесілі және формальды түрде журналист болған. Иә, бұл ақылға қонымсыз сияқты, бірақ заңды түрде солай болды. Енді міне, заңның нақты ара-жігін ажыратты. Бұқаралық ақпарат құралы болғысы келетіндер мен журналист болғысы келетіндер өздерінің интернет ресурстарын тіркеуге, яғни мәдениет және ақпарат министрлігіне ресми есепке қоюға міндетті. Содан кейін ғана сіз ресми түрде бұқаралық ақпарат құралы боласыз. Осы есептен тыс қалғандардың барлығы ешқандай бұқаралық ақпарат құралы болып табылмайды және журналист болмайды. Журналист немесе блогер болудың мақсаты не? Айырмашылығы қандай? Енді айырмашылығы пайда болды. Өйткені журналист блогерде жоқ белгілі бір құқықтарға ие болып шықты. Заңнама журналисті неге ерекше санатқа бөледі? Жаңа заңда олар журналистке осындай ерекше мәртебе ойлап тапты. Сонымен, бұл ерекше мәртебе не үшін керек? В новом законе придумали даже такой особый статус журналиста, есть статья. Полиция қызметкерінің ерекше мәртебесі бар екенін білесіздер. Иә, ондай мәртебе прокурор, судья, басқа да қызметшілерде де бар. Неге? Өйткені бұл адамдар қоғамдық көзқарас бойынша қоғамдық маңызы бар жұмысты орындайды. Сондықтан оларды қорғау, сақтау үшін басқаларда жоқ осындай ерекше өкілеттіктер берілген. Журналист дәл сол адамдар тәрізді, бірақ іс жүзінде полицей сияқты заң оған да құқық береді. Журналист кез келген ұйымға кіре алады. Оның тек мемлекеттік органдарға ғана емес, жалпы кез келген меншік нысанындағы ұйымға, кез келген жеке кеңсеге, кез келген қоғамдық ұйымға баруға заңда жазылған құқығы бар. Журналист ақпарат алуға, сол жерде фото және видео түсіруге құқығы бар. Және осы ұйымдардың бар лауазымды тұлғаларда оны қабылдап, оны сұрақтарына сәйкес жауап беруге міндетті. Бұл өкілеттіктер. Егер сіз жай ғана блогер болсаңыз, онда сізде мұндай өкілеттіктер жоқ. Олар бұл жеке территория, бұл жерден шығыңыз деп блогерге айта алады. Сіз мойынсұнуға міндеттісіз. Ал бағынбасаңыз, полиция шақырады. Полиция сізді жауапқа тартады. Егер журналисті бір жерге кіргізбесе, журналист полиция шақыра алады. Ал оның кәсіби қызметіне кедергі келтірген адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Сіз айырмашылықты түсіндіңіз бе? Яғни, журналистің қандай да бір құқығы бұзылса, оған қандай да бір физикалық күш қолданып, қоғам лоққы жасалса, техникасы сынса, немесе басқа нәрсе болса, яғни, ол қарапайым адам емес, журналист болғандықтан бірден арнайы қылмыстық жауапкершілік туындайды. Полиция қызметкері сияқты полицейді киімін ұстасаңыз, я сүйресеңіз, погонын жұлып алсаңыз, немесе басқа нәрсе істесеңіз, сіз бірден қылмыстық жауапкершілікке тартыласыз. Ал сіз қарапайым адамды сүйреп, я оның футболкасын немесе көйлегін жыртсаңыз, ештеңе болмайды. Әрине, сіз ешкімге қол тигізіп, немесе күш көрсете алмайсыз. Бірақ мен тағы да айтамын, бұл жерде ерекше қорғаныс. Демек, бұл жаңа заңның қолға алып отырған өте маңызды шекарасы. Тиісінше, егер сіз журналист болмасаңыз, бұқаралық ақпарат құралдарында тіркелмеген болсаңыз, және тіркелген бұқаралық ақпарат құралдары өкілі болмасаңыз, мерзімі қысқартылған журналистік сұрау салуға құқығыңыз жоқ. Яғни, жаңа заң қарапайым сұрау салудың мерзімін бұқаралық ақпарат құралдары үшін 5 жұмыс күніне дейін қысқартты. Егер сіз қарапайым азамат болсаңыз, сіздің өтінішіңіз 15 күн ішінде қаралады. Ал егер бұл ресми ақпарат бойынша болса, журналистің жазбаша сауалын қарау мерзімі небәрі 2 жұмыс күнін құрайды. Барлығын қаншалықты керемет екенін қараңыз. Журналистің осындай өкілеттіктері бар. Бұл үлкен артықшылық. Айтпақшы, жаңа заң тек журналистер үшін тағы бір қосымша жеңілдік енгізді.
олар таратқан ақпаратқа қатысты шағымдар қойылуы мүмкін. Таратылған ақпарат шындыққа сәйкес емес, азаматтың абыройын түсіріп, беделден нұқсан келтіруі мүмкін. Әрине, бұл азамат немесе компания, заңды тұлға осы журналистке немесе бұқаралық ақпарат құралдарына талап қоя алады. Бұрын ескіру мерзімі мүлде болмаған. 10-20 жылдан кейін адам ес жиып, талап арыз жазып, сотқа арыз берсе, оның құқығын сот қорғайтын. Қазір жаңа заң қабылданды. 1 жылдық ескіру мерзімі. Бірақ бұл тек бұқаралық ақпарат құралдары мен журналистке қатысты. Бұқаралық ақпарат құралы болып табылмайтын, тіркелмеген қарапайым блогерге мұндай мүмкіндік жоқ. Яғни оларға да шектеусіз кез келген талаптар қойылуы мүмкін. Соңғы уақытта маған блогер тіркеуге тұру керек пе? Жоқ па деген бір қатар сұрақтар қойылды. Енді қандай артықшылықтар мен кемшіліктер бар? Менің ойымша бәрі анық. Артықшылығы тіркелу керек. Мен тіпті мұнда кемшілік көремін. Блогер, журналист неден қорқады? Заң алдында жауапқа тартылудан қорқады. Сондықтан мұнда ешқандай айырылмашылық жоқ. Қарапайым блогерсіз мысалы. Сіз жала жабатын, беделді түсіретін ақпарат тараттыңыз. Сіз журналистсіз, сізде тараттыңыз. Жауапкершілік бірдей. Сондықтан мен іс жүзінде ешқандай минустарды көріп тұрғаным жоқ. Ал артықшылықтары, мен олардың барлығын сіз үшін тізіп шықтым. Енді жаңа заң бойынша журналистердің ерікті болып көрінетін ұйымдары болады. Бұл журналистік этика кодексін сақтау, өзін-өзі реттеу сияқты мәселелерде журналистер әріптестерін бірін-бірі өздері бақылап отырады. Бірақ шын мәнінде бұл мемлекеттің журналистерді аздап қысу қадамы. Конечно, по сути, это такой шаг государства, чтобы немножечко прищучить журналистов. Әрине, осы заң бойынша аталған ұйымдардың барлығын мемлекет бақылауға алуға тырысады. Журналистердің енді осындай белгілі бір бастықтары болады. Естеріңізде болса, барлығы шамамен бірдей. В общем, у журналистов теперь появятся такие определенные начальники. Вот если вспомните, жеке сот орындаушылары, нотариус, адвокаттар. Например, у частных судебных исполнителей, у нотариусов, у адвокатов, у юристов. Мен адвокат емеспін. Мен қарапайым негізінен азаматтық істер бойынша заңгер. Бірнеше жыл бұрын біз сотта адамдардың мүдделерін осылай қорғай алатын едік. Ол үшін бізде ерекше құжатпен ассоциацияға мүше болудың қажеті жоқ. Никакого участия в каких-то вот таких вот ассоциациях не должно быть. Қазір енді әр адвокаттың сотта сөз сөйлеп, біреудің мүддесін қорғау құқығына ие болу үшін заң консультанттары палатасының мүшесі болуы керек деген талап енгізді. Ал онсыз мүмкін емес. Әрине, мемлекет барлық заңгерлерді, барлық жеке сот орындаушыларын, енді журналистерді өз бақылауына алуға тырысады. Демек, бұл бәлкім минустардың бірі. Бірақ ол қаншалықты болады? Қалай дамиды? Жаман ба, жақсы ма? Шын мәнінде бір пайдасы болады ма? Белгісіз. Ешбір этиканы сақтамайтын және камерада түрлі сандақтарды айта беретін тізгінсіз журналистер болған кезде нақты пайдасы болуы мүмкін. Не чувствуют никакой этики и могут всякую ерунду молоть там на камеру. Ал мұндай ұйымдардың жұмысы сөз бостандығына, журналистерге қарсы әрекет етпесе, әрине нәтиже береді. Бұл ең маңызды нәрсе. Асыра пайдалану болуы мүмкін. Бірақ жалпы алғанда оны өмір көрсетеді. Бұл мен айтқым келген негізгі мәселелер. Это вот самые такие основные моменты, о которых хотел бы сказать.